Бүгін Қасан Қасымбаевтың ұсталғаны туралы ақпарат бақ беттерінде тарады. Мен заң бұзбағам, сотталмағам. Біреулер Талғардың Қасанның жігіттері дейді. Адамдар оны зарлай бермей, құқық орындары бар, соған барып жазсын. Қасан Қасымбаевтың кінәсі дәлелденсе, қанша жылға қамалуы мүмкін деген сұрақ туады. 7 жылдан 12 жылға шейін болу керек. Жазықсыз менің баламды қаралап отыр. Скотоводством занимается. Небольшой завод есть бетонный. Төртінші қазанда қаза тапқан 16 жастағы Шерзат Болаттың өлімі әлі де қоғам арасында қызу талқыланып жатыр. Анасының құшағында жатқан оны бірнеше жігіт жабылып ұрып, соңынан пышақтаған еді. Алған жарақатынан Шерзат ауруханада көз жұмды. Шерзаттың өліміне қатысты Хотур тобы, Қасанның бандылары деген сөз жиі айтылып жатыр. Ал Қасымбаевтың Хотур ұйымдасқан қылмыстық тобымен байланысы бары бақ беттерінде талай жазылды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Шерзаттың өліміне оның қатысы бар болуы да мүмкін. Ал Қасымбаевтың өзі қылмыстық топқа қатысын жоққа шығарды. Мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Мені не үшін сол Хуторской округінің лидер деп атап жатқандарын. Мен заң бұзбағам, сотталмағам, адал жұмыс істеп жүрген адаммын. Хотур тобына қатысты Қасанның, оның әкімдікте жұмыс істеген ағасы Аслан Қасымбаевтың және түрмедегі інісі Ержан Қасымбаевтардың аты аталады. Ішкі істер министрлігінің бірінші орынбасары Бауыржан Әленов кейіннен Талғарда опығы жоқ және бұл іске Қасанның да қатысы жоқ деп мәлімдеді. Бұдан бөлек Жас Алаш YouTube арнасы марқұмның үйіне арнайы барып сұхбат алған кезде Шерзаттың әкесі Қаржаубай Нұрымов та Қасанның жігіттеріне қатысты пікірін айтқан еді. Біреулер Талғардың Қасанның жігіттері дейді. Осы жерде мен Қасан деген нақты өзін танымаймын екен. Былай естуім бар енді осы Талғарға қарайды, бандиттарды реттейді, біреулерге ақша береді, біреулер. Осы ұнамағанның бәрін сол кісі осы Талғарға шешеді. Соның ағасы да бар екен, акиматта істейді дейді. Кейін осы біздің Талғарда магазиндер, ресторандар, соның бәрі соларға отметкіде отыр екен ғой. Осылайша Қасанның есімі күллі жұртқа мәлім болды. Шерзат оқиғасында Қасанның есімі атала бастағаннан оны ақтайтын журналистер мен блогерлер, тағы басқа адамдар табылды. Алдымен жергілікті бақта сұхбаты шыққасын ауылдастары Қасымбаевтың мәлімдемесін қуаттады. Олар да видео үндеу жолдап, Қасанның қолы ашық жомарт жігіт екенін, ауылға көмек беріп тұратынын айтты. Қасанның туған ауылы Қарқараның тұрғындары да осы мәнде үндеу жолдап, олар да Қасанды үнемі ауылға көмек беріп тұратын жігіт деп сипаттады. Қасанның жаңағы ондай қылмысқа барады, ондай неден көргеніміз жоқ. Үлкен азамат болғалы Қарқараға жаманшылығын көрсеткен жоқ. Адамдар оны зарлай бермей, құқық орындары бар, соған барып жазсын, тексерсін, тексермесе содан кейін ғана шулатсын. Ол үйде отырып анау айтты, мынау айтты сөздерді қою керек. Ол Қасан барымыз, бұл наоборот осы ауылдың бірлігіне, тірлігіне шапқылайды. Өзін түркістандық блогер деп таныстырған ағалық болашақ TikTok арнасының авторы да Қасаннан сұхбат алды. Кейіннен көрермендер арнаның авторын сатылғандардың бірі деп айыптады. Себебі ол Шерзаттың өліміне Қасанды емес, әкесі Қаржаубайды кінәлады. Өйткені Қаржаубайдың әңгімесінің көбісі өтірік. Мылтықты Қаржаубай алып шыққан болуы мүмкін деймін. Мен саған айтып отырмын ғой, қазір Қаржаубайды қамау керек. Қылмыстық іс бойынша Қаржаубай қамалу керек. Осыны провоцировать етіп, осы өлімге баласын алып келген Қаржаубай. Бүгін Қасан Қасымбаевтың ұсталғаны туралы ақпарат бақ беттерінде тарады. Алматы облыстық полиция департаменті оның Шерзат ісіне қатысты емес, басқа іске байланысты қамауға алынғанын мәлімдеді. Полицияның хабарлауынша 2021 жылдың маусым айында азамат А-ның денсаулығына қасақана ауыр зиян келтіру және ұрлау фактісі бойынша Қасан күдікке ілінген. Қазіргі уақытта қылмыстардың барлық мән-жайларын жан-жақты толық және объективті зерттеуді қамтамасыз ету мақсатында іс материалдары бұлтартпау шарасын қолдану үшін сотқа жіберілді делінген хабарламада. Бақ беттерінде Қасанның 2021 жылы қандай қылмыс істеген болуы мүмкіндігі жазылып жатыр. Хабарларға қарасақ, Қасанның ұсталуы ережесі жекпе-жек спортшысы әрі бапкері Арман Әлімовке жасалған шабуылға байланысты болуы мүмкін. Сол кезде Арманның туыстары спортшыны алдымен Виктория шағын маркетінің алдында әлдекімдер ұрып соққанын айтты. Осыдан кейін ес-түссіз күйде Арманды Кеңдала ауылының аумағына апарып, тағы да соққыға жыққан.
Ауыр халде Әлімов Талғар орталық аудандық ауруханасының жансақтау бөліміне жатқызылған. Спортшының өзі кейін шабуылдың ешқандай себебі жоқ, негізсіз деп санады. Осы орайда Хасан Қасымбаевтың кінәсі дәлелденсе, қанша жылға қамалуы мүмкін деген сұрақ туады. Мұны білу үшін біз заңгерлерге хабарластық. Заңгер әрі саяси құқық қорғаушы Асылбек Қараевтың айтуынша, бұл жерде адам ұрлау фактісі, яғни 125 бапқа аса мән берілуі керек. Бірінші, маған жеткен мәлімет бойынша 293 бап Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің. Ол жерде 2 жыл деген бар, топ болатын болса 5 жылға дейін деген бар. Ал ең ауыр статьясы жаңағы адам ұрлау, 125 статья. Ол бойынша, мен білім бойынша сол баптың екінші тармағы, ол жерде 7 жылдан 12 жылға шейін болу керек. Яғни бұл бап бойынша оның күдіктінің қылмыстық ісі дәлелденсе, бұдан да ауыр жаза тағайындалуы мүмкін, яғни, иә? Әрине, ол жерде жаңағы 3-ші тармағы бар, өмірге қандай зақым, залал келтірілді, басқа деген көптеген тергеу барысында анықтауға жататын дүниелер бар. Өйткені сондай мына Шерзаттың өліміне қатысы жоқ деп жатырмыз ғой, бірақ Шерзаттың оқиғасында ақыр жағында өліммен аяқталды. Ал егер жаңағы алдыңғы 21 жылғы оқиғадағыдай, Әлимовтердің арызы бойынша ол оқиғадағыдай ол балада өліп кеткенде не болатын еді? Сондықтан осындай заңды квалификация жасау кезінде тергеу органдарының осындай қателіктері бар. Көбінесе жаңағы сот медициналық сараптаманың қорытындысына сүйенеді де, жеңіл жарақат алыпты, немесе басқа жарақат алыпты деп, орташа жарақат алыпты деп, жаңағы істі басқа жаққа бұрмалау фактілері өте көп кездеседі. Сондықтан бұл жерде қандай жарақат алғаны маңызды емес, өлмей тірі қалғаны маңызды емес, басындағы мақсаттары, умысылдары қай жағында болды. Тағы бір айта кететін жағдай, қазір жаңағы Хасан ұсталыпты или басқа қылып жатыр екен деп халық бір қылмыскерлер жазалап жатқан сияқты болып көрініп тұр ғой. Ол да дұрыс шығар, бірақ бұл жерде тергеушілер, прокуратура, осы топтар негізінде қалайша 21 жылғы іс осылай оңай жабылып кетті. Қалайша прокурорлар сол кездегі прокурорлар қайда қарап отырды. Сол кездегі соттан қалай құтылып кетті. Көбінесе осы жағдайларды анықтау керек. Мына Шерзаттың өліміне осындай заңсыздықтарға жол берген сол кездегі құқық қорғау органдарындағы соттағы істеген азаматтар осыған да жауап беру керек, жауапкершілікке тартылу керек деп ойлаймын. Тағы бір заңгер Гүлмира Құсайынқызының айтуынша, 106 бап денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша күдікті 3 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал адам ұрлау фактісі бойынша 125 бап күдікті 10-15 жылға дейін қамалуы мүмкін. Заңгер бұл жерде басқа да қылмыстық істерді естен шығармауды сұрады. Мысалы, қылмыстық кодекстің 119 бабы адамның денсаулығына зиян келтіріп ауыр жағдайда қалдыру, 5 жылға дейін қамау. 126 бап адамды бостандығынан айыру, 5-10 жыл аралығында жаза тағайындау. 145 бап адам құқығын шектеу, 50 тәулікке дейін қамау. 146 бабы азаптау, 7-12 жыл жаза тағайындау. Міне осы жағдайларды ескерсек, Хасан Қасымбаев бірнеше жылға бірнеше баптармен сотталуы мүмкін. Ал бүгін ұсталған Хасан Қасымбаевтың туыстары Қонаевтағы Алматы облыстық полиция департаментіне барып, президентке Хасанның кінәсіз екенін айтып, үндеу жолдады. Қасымбаевтың анасы Гүлнар Нұракенова Тоқаевқа ұлының кінәсі жоғын айтып, көмек сұрады. Жазықсыз мен баламды қаралап отырмын. Ешқандай кінәсі жоқ, соны дәлелдеп берсін. Не жерге қазір департаменттің сол үшін келіп отырмын, басшысы, прокуроры бәрі менің алдыма шығып, соның мен жауап сол кісілерден күтемін мына жерде. Сол үшін келіп отырмын. Ал Хасан Қасымбаевтың жұбайы Зүлфия да күйеуінің жазықсыз екенін айтты.
Қазір балаларымызға қатты психологиялық қысым түсіп жатыр. Кімнің тапсырысы екенін білмейміз, деді. Нағыз жау шабатын болса, Хасан бірінші көкірегін тосап тұрады. Ел үшін, жер үшін. Білмеймін, қалай оны сөйтіп отыр. Скотоводством занимается. Небольшой завод из бетона. Имя вашего супруга фигурирует в этом деле, если он не имеет никакого отношения? Я не знаю. Это, наверное, кто-то сказал, остальные все поддержали.